қазақ тілі пәні 78-79 бетті ашамыз балалар. Бүгінгі біздің тақырып жас уақытта көңіл гүл, тақырыбымыз ғылымға көңіл бөлсеңіз. Суреттерге қарап нақыл сөздер құрастырайық және түсіндірейік. Біріншісі, талапсыз бала қандай болады, талапты бала қандай болады. Ғылымға көңіл бөлсеңіз, Абай Құнанбаев. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзін үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл біреу үшін үйренсең. Біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз алма. Тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл гүл. Ақын ойын қалай түсінесің? Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, ойыңмен бөліс. 4-ші тапсырма. Бүгін Сәуле тағы да өлеңді жаттамай келді. Не істеуі керек? Мұғалім басқа балалардан сұрағанша өлеңнің бір шумағын ғана жаттап үлгерді әйтеуір. Сәуле өзінің тапқырлығымен мәз болды. Бұл жолы да екілік алудан аман қалды. Сәуленің іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Абай ата Сәулеге не дер еді? Өлеңді пайдаланып жауап бер. 5-ші тапсырма. Суреттерге қарап, гүлді баптаудың маңызын айт. Суреттермен байланыстырып, жас кезде алған біліміңнің пайдасы туралы айтып, ойынды өрбіт.